Өте дәмді, жұп-жұмсақ творожный булочка дайындаймыз. Ең алдымен сүтімізге ашытқа салып, мед салып, араластырып, сұйық май, секер салып, тұз салып, тағы да жақсылап араластырып, ұнымызды біртіндеп сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен соң бір илеп, содан соң сүзбемізге секер салып, араластырып дайындап қоямыз. Енді қамырымызды алып жайып, үстіне сармай жағып шығып, сүзбемізді жағып шығып, енді рулет құсатып орап аламыз. Жан-жағын тегістейміз, содан кейін пышақпен кесіп аламыз. Видеодағыдай. Енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз. Осымен булочкамыз дайын. Ас болсын.